мынау январь деген жығылғанға жұдырық болды ғой. Отменадан көз ашпай қалдық қой, возвраттан көз ашылмай жатыр ғой. Мен түсінбеймін адамдарды. Мысалға мынау осы диванды біз Алматы қаласында жеткізгенімізді қайтайық, қайтадан өзімізге қайтып келді ма, рөлі болды ғой. Ножка бәрі сау, білесіздер ме, не возврат дейді. Мен бұндай бірінші рет көріп тұрмын да, маған айтады, мына диванның тканьдары екі бөлек дейді. Қалай екі бөлек, бәрі бір тканьнан жасалған ғой десем, жоқ, міне сен мынаны қара дейді, маған айтады. Мен видеосын да салып жіберемін ау, мынаны қара, мына жағы қоңырлау дейді да, мына жағы аппақ дейді. Әпке, жаным әшейін, мынау өзі бәрі бір ткань ғой, бұл светтен солай отражение береді ғой десем, тоқташы, жоқ, иә, бәрі осы бір ткань ғой, мүмкін емес қой. Сөйтсем, жоқ, болмайды. Мынау цветің, сен спинканың цветі бөлек, астыңғы цвет бөлек дейді. Сөйтіп маған мынандай бір қоңыр диванды жібер, барлығы бір цветтен болсын, сол кезде ғана қабылдаймын дейді. Енді амал жоқ, мынандай диванды жіберу керек болып отыр. Сіздер не ойлайсыздар өздеріңізден? Жазыңызшы, шаршап кеттім бар ғой. Бұл диван сату деген бұндай қиын болатынын білгенімде мен білмеймін, ойыншық сатар ма едім деп ойлап қоямын. Егер басқа дивандар керек болса, хабарласыңыздар, түрлі күшті варианттар бар бізде.